Сараға ешқашан ештеңеде жолы болмады, сондықтан ол бәріне және барлығына ашуланды, бәріне және барлығына қызғаныштан қарайды. 30 жасқа дейін Сараға бірде-бір жігіт көз салмады. Ол өзін әдемілей алмады, тіпті бірде-бір жігіт оған көз қырын салмады, және ол кәрі қыздардың қатарында отырды. Әжей Шарипа оны Маратпен таныстырғанға дейін. Марат 50-де еді, ол ешқашан үйленбеген, оның өз балалары да болмады, тіпті жағында да туыстары болмады, және Сара кейін білгендей, импотенциясы да болмады. Ол Маратпен ұзақ тұрмады, және оны тез тастап кетті. Және қайтадан ер адамдардың ешқайсысы Сарамен танысуға құштарлық танытпады. Ал Сара одан да қатты ашуланды. Жұмыста да жолы болмады. Балабақшаға тәрбиеші болып орналасқан еді, оптимизация келіп оны қысқартты. Басқа ешкімді емес, дәл Сараны бәрінің қалуға себептері табылды. Кімнің кішкентай балалары бар, кімнің қолында ауру ата-аналары бар. Жарайды, дүкенге ораушы болып орналасты, ал оның бөлімінде бірнеше қорап импорттық макарон жоғалып кетті. Ешқашан жоғалмаған, ал Сараның кезінде жоғалып кетті. Оны кінәлі етіп тағайындады, ол олардың не үшін керек екенін дәлелдесе де. Жоқ, олар айтады, өз қалауыңмен жаз, әйтпесе мақала жазамыз. Одан әрі жаман болды, жоғарғы көршінің құбыры жарылып, оның пәтерін ыстық сумен басты. Түсқағаздар қабырғалардан түсіп кетті, жиһаз ыстық судан қисайып кетті. Көрші маскүнем және еш жерде жұмыс істемеді, тек бөтелкелер жинады. Жалпы Сараның жолы болмады. Бірақ ол бәрінен де ақшасыздықтан қатты зардап шекті, сондықтан ол қамтамасыз етілгендердің бәрін қатал ашумен жек көрді. Оның көршісі қарсы пәтерде күн сайын киімдерін ауыстырады. Сара қызғаныштан ұйықтай алмайды. Бір күні ұйқысыз түнде оған қандай да бір зиян келтіру ойы келді. Өйткені ол гүлденген болып отыр, аз ғана ашулансын. Оған есікке қышқыл құйды. Оның барлық бояуы түсіп кетті, есік қорқынышты болып кетті, ал Сараның жаны тынышталды. Бірақ бүкіл кіреберіс сол қышқылдан сасып кетті, көршілер кіреберісте қарғады, терезелер бір апта бойы желдету үшін ашық тұрды. Сара терезеден қарады, ал көрші сықырып, машинасының жүксалғышынан бірнеше пакет азық-түлік шығарды. Ол көшеге жүгіріп шығып, сол пакеттерді құлатпау және таптамау үшін өзін әрең ұстады. Және бәріне тек жамандық тіледі. Көршінің күйеуі еңбекқор, оны бір нәрсе істеп жатқанын ғана көресің, не балконда балғамен соғып жатыр, не дүкеннен сөмкелер алып келе жатыр, не қоқыс шығарып жатыр. Ал әйелін қалай жақсы көретінін, оны қолында алып жүргендей. Сара жанынан өтіп бара жатып, қара ойларын бұрады, ой, одан жақсы әйел таба алмады ма? Балалар көшеде жүгіріп ойнап жатыр, шулайды. Сара қайтадан наразы, мұнда әр түрлілерді туып алған. Жалпы бүкіл әлем Сараға жау болды. Ол бәріне қызғанды және олар Құдайдың рахымына лайық емес деп санады. Сара үшін бір жағымсыз күні ол дүкеннен бір бөтелке сүт пен бір бөлке нанмен қайтып келе жатып, орындыққа отырды. Үйге неге асығу керек, ешкім күтпейді. Ал су тасқыннан кейінгі көрініс қуантпайды. Ол енді өз пәтерінде жек көрді. Жаннан жағымсыз бір қарт өтіп бара жатты. Қорқынышты үлкен қара етіктер, кірленген сұр шалбар, етегі байланған, бірі жоғары, бірі төмен. Шашы мен сақалы кірлі, жуылмаған және түйіршіктерге түйілген. Ілмектелген саусақтар, ісіктермен жабылған үлкен ісік, оған қарау жағымсыз. Сөйлесу былай тұрсын. Кемпір тоқтап, кір таяғына сүйеніп отырған Сараға қарады. Қарап тұрып, жанына отыруға бел буды. Неге сен бұлай қабақ түйіп отырсың, сұлуым? Сара наразылықпен қарап, сен мұнда неге жайғасып алдың, орындықтар таусылып қалды ма деді. Орындықтар бар, бірақ сенің жалғыз отырғаныңды көріп тұрмын. Сен мені көңілдендірмекшімісің? Сара кемпірден одан да алыстап, жиырылды. Фу, қандай сасықсың. Сен мұрныңды тыжырайтпа, қымбаттым, мен саған көмектесе аламын. Сен бе? Сен өзіңе де көмектесе алмайсың, қарашы, қандай жұпынысың. Кемпір қатты күлді.
Хо. Ал сен бәрінен де не қалар едің? Өзіңді алдыңда сиқыршы тұр деп елестетші, сен одан не сұрар едің? Бай әрі сәтті болуды. Сен аз нәрсе қалайсың. Ал сен тілегіңнің орындалу үшін не төлер едің? Менде төлейтін ештеңе жоқ деп ашуланды Сара. Кет мұнда, кемпір, жанымды мазалама. Ал жаныңды сәттілік пен байлық үшін берер едің бе? Жанымды? Ол жанның не пайдасы бар, тек босқа ауырады. Онда жарайды, саған байлық пен сәттілік беремін. Келістік пе? Кемпір шынайы түрде еріп кетті. Сара айналасына қарады. Мен ұйықтап қалдым ба? Күн ыстық шығар. Үйге қайту керек, әйтпесе сүт ашып кетеді. Үйге кіріп, есікті жапар-жаппастан қоңырау соғылды. Есікті ашса, тұрғын үй басқармасының бастығы мен қолында қағаз ұстаған екі әйел тұр. Сәлеметсіз бе, Сара, бізге 13 пәтердің көршісі су басқаннан келтірілген залалдың мөлшерін тексеру тапсырылды. Бірақ біздің басқарма сізге толық жөндеу жасауға дайын. Сараның қастары таңғалыстан жоғары көтерілді. Кіріңіздер. Олар пәтерді қарап шығып, бәрін жазып алды. Сара, біз сіздің үйіңізді жөндеуге смета жасаймыз. Ал сіз үшін жөндеу кезінде тұруға уақытша баспана табамыз. Олар көлікпен келіп, оған дайындалған уақытша баспананы көруге апарды. Ол оған ұнаймай екен. Олар келді, Сара пәтерге кірді. Ал онда еуро жөндеу, олигархтың үйіндегідей жиһаз, мұндайды Сара тек теледидардан көрген. Жарайды, деді Сара, ал менің жиһазым не болады? Сіз уайымдамаңыз, біздің жұмысшылар бәрін алып кетеді. Ал жөндеуден кейін біз сізге жаңасын әкелеміз. Біздің басқарма қаламыздың лайықты тұрғындарына осындай қызметтер көрсетеді. Үйден қажетті заттарыңызды алып кіріңіз. Міне, кілттер. Сара осы пәтерде өмір сүре бастады. Бір күн, 2 күн, 3 күн тұрды, ыңғайлы еді. 4-ші күні телефон қоңырауы соғылды. Сәлеметсіз бе, Сара, біздің балабақшаның меңгерушісін жұмыстан шығарды. Қалалық білім бөлімінің бастығы сіздің кандидатураңызды осы лауазымға қатты ұсынды. Егер сіз келіссеңіз, құжаттарыңызбен келіңіз. Сара еш нәрсеге таң қалмай, үлкен балабақшаның меңгерушісі болды. Ол өте қатал, ешкімге жеңілдік жасамайтын, ешкімге жол бермейтін. Сараның кабинетіне қызметкер қорқып есік қақты. Сара, маған өз есебімнен демалыс берсеңіз екен. Әжем қайтыс болды, анама көмектесуім керек. Сіз не дейсіз, Жәмила? Қызметкерлер жетіспейді, жұмыс істейтін ешкім жоқ, әлде мен топқа кіруім керек пе? Кешіріңіз, оған ешкім артық өтінішпен бармады, біреудің жағдайына кіруге ол жиналмады. Сараның пәтеріндегі жөндеу әлі жалғасып жатқан еді, сондықтан ол олардың не істегенін көруге баруды шешті. Келді, бірақ пәтерін танымады. Қабырғалар жылжытылған, түсі боялған, 2 деңгейлі төбелер, дизайнерлік шамдар орнатылған, терезелер кеңейтілген, сондықтан жарық барлық жерден жай ғана төгіліп тұр. Сара өмір бойы мұндай жөндеуге ақша жинай алмас еді. Бөлменің ортасында баспалдақ тұрды, ең жоғарғы жағында бір жұмысшы, мүмкін электрик, төбені қазып жатқан еді. Сіздер мұнда әлі қанша уақыт қазасыздар? Сараның ашық аспаннан түскен найзағайдай кенеттен күркіреген қатты дауысынан жұмысшы бұрылып, ыңғайсызданып қалды. Баспалдақ жанына қарай еңкейіп құлады. Электрик тек ыңырсып үлгерді, аяғын ұстап, ауырсынудан қысылып, бозарып, ыңырсып жіберді. Жедел жәрдем шақырыңыз, менің ойымша сынып қалған. Бірақ Сара салқын қандылықпен шығуға бұрылды. Менде телефон жоқ, басқа жұмысшылар шақырсын. Ол шығып кетті. Бірақ Сараға бәрінен бұрын пара алу ұнады. Ол қаламаған сияқты, бірақ оған жай ғана күштеп таңып жатты. Балабақшада дайындық тобын, яғни мектепке дайындық тобын шығарып салу уақыты келді. Ал қалған топтар баспалдақпен жоғары көтерілгендей топқа көтерілді, демек, ең кіші даярлық топ босады.
Кішкентай балалардың жаңа қабылдау басталды, ал Сара әр ата-анамен жеке кездесті және өкінішпен толық жиналды. Мен еш нәрсемен көмектесе алмаймын, сіз сәл кешіктіңіз деді. Қалайша біз кезекте тұрдық қой. Өкінішке орай, көп балалы отбасылардан балалар келді, олар кезексіз өте. Ата-аналар меңгерушіні өз жағдайына кіруін өтіне бастады. Мүмкін бірдеңе жасауға болар, мүмкін қалайда көмектесуге болар. Біз сізге бәрін береміз. Сөйтіп, Сараның үстеліне жиі конверттер түсе бастады, бірақ оған бұл аз болды. Бірде түнде оны үлкен кереуетінің алдындағы сыбдыр оятты. Оның алдында лас шал тұрды, оның беті қисайып кеткен еді. Ал сұлу, саған жаныңсыз өмірің ұнай ма? Жанымнан маған не болды? Тек уайым болды, ал онсыз жақсы. Ал саған тағы не жетіспейді? Ақша, бай боламын деп уәде еткен едің, ақша болса да онша көп емес. Ал саған үлкен ақша деген не? Неге әлемді аралау керек? Дедім. Шал өзінің сықырлаған күлкісімен күліп, еріп кетті, ал Сара тағы да шал түсіме кірді деп ойлады. Келесі күні таңертең Сара подъезден шықты. Оның алдында МАЗ машинасы тұрды, ол бұрын мұнда ешқашан бұл машинаны көрмеген еді. Жақындап терезеден қараса, орындықта бір құжат жатқанын көрді. Жақсырақ көру үшін есікке жақындады, ал ол ашылып кетті. Ол жүргізуші куәлігі болып шыққан құжатқа қолын созды, ол оның атына жазылған еді. Сара тағы да таң қалмады, өмір бойы солай жүргізгендей рульге отырды, моторды қосып, жұмысқа кетті. Бір бұрылыста ол жерде отырған, бағанаға арқасын сүйеген ер адамды көрді. Оның жағдайы нашар екені көрініп тұрды. Оның жанында тұрған әйел қолын бұлғап, Сараның машинасын тоқтатты. Өтінемін, көмектесіңіз, ер адамның жағдайы өте нашар. Мүмкін жүрегі шығар. Оны жақын жердегі ауруханаға апарыңыз, әйтпесе жедел жәрдемді күте берсеңіз, ол өліп кетуі мүмкін. Бірақ Сара құрғақ жауап берді, мен бара алмаймын, жұмысқа асығып бара жатырмын. Мені жауапты қызметкерлер күтіп тұр, және мен кешіге алмаймын. Жедел жәрдемді күте тұрыңыздар. Ол орнынан қозғалды. Кабинетіне асықпай кіргеннен кейін, ол кодты құлып салынған үлкен чемоданды көрді. Кеше ол мұнда болған жоқ еді. Сәлима деп шақырды, ол көрші кабинетте жұмыс істейтін музыкалық қызметкерді. Бұл не, кім әкелді? Сәлима меңгерушінің алдында қалтырап тұрды. Таңертең ғана бақша ашылды. Қымбат костюм киген сыпайы адам келді, ол Сараға жеке жеткізуді сұрады. Жарайды, жұмысыңды істе, кет. Оның артынан есік жабылған кезде, ол тез чемоданға жақындады. Оның миында бірден мысық пен чемодан пайда болды. Ол оны ашты, ішінде банк қаптамасындағы тегіс бумаларда 5000-дық купюралар жатты. Бүкіл чемодан осы бумаларға толтырылған еді. Жұмыстан кейін ол чемоданды үйге әкелді. Мен бұрыннан ешқайда демалған жоқпын деп ойлады ол. Таңертең кабинетіне кіргеннен кейін, ол қалалық білім бөлімінің бастығына қоңырау шала бастады. Қатты шаршадым, демалыс керек деп айтты. Әрине, Сара, не дейсіз? Сіз 4 ай бойы демалыссыз жұмыс істедіңіз, сіз 1 айға демалыс алуға лайықтысыз. Сара тіпті таң қалмады, өзінің маздасына отырып, туристік агенттікке кетті. Маған ең жақсы курортқа жолдама керек деді ол менмендікпен. Қайда барғыңыз келеді? Қырым жағалауына ма, Азов жағалауына ма, мұхитқа ма? Деп Сара айқайлады, ал қыз асығып кетті. Бізде Италияға көптеген турлар бар, міне Рим, 7 төбедегі қала, міне Венеция, тарихи орталық, міне Флоренция, өнердің отаны. Жоқ, Италия маған сәйкес келмей. Мұхитқа, ең қымбат курортқа. Қыз Сараға қарады. Бора-бора сізге сәйкес келеме? Тынық мұхиты, миллионерлер курорты. Миллионерлер мені қызықтырмайды. Ал атауы ұнайды, демалысыңызды рәсімдеңіз. Сараның демалысы керемет және ұмытылмас болды. Мөлдір сулары бар жағажайлар, сәнді пальмалар, таулар мен үңгірлер, ең жақсы тағамдары бар сәнді мейрамханалар, ең жақсы қызмет көрсетуі бар қонақ үй.
Сауда жасау кезінде Сара өзін үнемдеуге тырысқан жоқ. Полинезияда 2 миллионнан астам рубль жұмсады. Демалыс айы бір аптадай тез өтті. Үйге, туған теректер мен қайыңдарға оралу керек. Отанда, әуежайда ол айқай естіді. Ұстаңдар ұрыны, ұстаңдар, ол менің сөмкемді ұрлады. Деп бір әйел қатты айқайлады. Ұры Сараның жанынан өтіп бара жатып, оны құлатай жаздады, бірақ ол тіпті басын бұрмады және ұрыны ұстауға тырыспады. Үйде Сараны жаңалық күтіп тұрды, оның пәтері ақыры жөнделді. Ол пәтерін көруге барды, бәрі сапалы жасалған, қымбат жиһаз әкелінді. Сара басын изеді, жарайды, риза болған сияқтымын. Сол күні ол өз пәтеріне оралды, ал пошта жәшігінде оны хат күтіп тұрды. Ол 2 айдан бері жатыр, шаң басып қалған. Менің аяқтарым жүре алмайды, көрші апай мәне көмектеседі. Бірақ ол мені көтеруге қиналады, өзі де қартайған. Ал мен аяғымнан өзім тұра алмаймын, ұстамайды, құлаймын, сондықтан еңбектеп жүремін. Мәния менің өз адамдарымды шақыр дейді, ал мен кімді шақырамын, сенен басқа, қызым. Сен маған кел, Иса үшін. Мені бұл жерден алып кет, мен мұнда көмексіз және күтімсіз қалып кетемін. Сара хатты оқып, сөреге лақтырып жіберді. Менің қонаққа баруға уақытым жоқ, мен 1 ай жұмыста болмадым. Онда не бар? Еш нәрсе жоқ, біреу көмектеседі, кемпірді тастамайды, көршілер көмектеседі. Түнде ол тыныш қағудан оянды, бұл лас шалдың өз таяғымен кереуетті қағуы еді. Ал байып кеттің бе? Байып кеттім, шал. Ақшаны санамай жұмсаймын, өзімді ештеңеден шектемеймін. Шал тағы да сол әңгімені бастады. Сенің жаныңмен мені шаршаттың, мен жақсы өмір сүріп жатырмын, тыныш. Ал сен менің жанымның қалай өмір сүріп жатқанын көргің келмей ме? Деп шал сұрады. Неге маған ол керек? Жарайды, қызық үшін болса да жүр. Қайда барамыз? Алыс емес, жақын жерде. Шал таяғымен еденді қақты, ал еден бір жерге құлап кеткендей болды. Ал Сараның бөлмесі жоқ, оның орнына қара зындан. Айналада түтін тұр, қуырылған иіс шығып тұр. Теректерде көптеген қазандар тұр, оларда қара шайырға ұқсас бірдеңе қайнап жатыр, ал әр қайсының астында қатты от жанып жатыр, ал әр қазаннан қатты айқайлар мен ыңырсыған дыбыстар естіледі. Сара шалға бұрылды. Кәрі шайтан, мені қайда әкелдің деп. Ал оның алдында шынымен шайтан тұр. Шаштың орнына жүн, басында ешкінің мүйіздері, көздері көк, шығып тұр. Бүкіл денесі қара шашпен жабылған, ал қолдары мен аяқтарында саусақтардың орнына тұяқтары бар. Ол қайнап жатқан қазанға нұсқайды, ал онда бір жан қайнап жатыр. Ол қазанның шеттерін ұстап, шығуға тырысады, бірақ сырғып қайтадан қайнаған суға түсіп айқайлайды. Ол жан нестер ауырсынудан құтқаруды сұрайды, бірақ шайтан немқұрайлы түрде қазанның астына отын салып, одан да жарық жануын қалайды. Ол Сараға бұрылып қарайды. Ал жаныңды аямайсың ба? Деп Сара айқайлады. Адамға тән емес дауыспен айқайлап, жанымды құтқар, оны қайнап жатқан қазаннан шығар деп айқайлады. Ол соншалықты қатты айқайлады, зынданның қабырғалары құлап кетті. Ал ол орындықта отырғанын көрді. Жанында сатып алынған сүт пен нан салынған сөмке тұрды. Оның жаны сондай жақсы болып кетті. Ол өз сөмкесін алып, көршісінің су басқан пәтеріне жүгірді. Оқиғаны соңына дейін тыңдағаныңызға рахмет. Осы оқиға туралы пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Арнаға жазылып, бұл видеоны достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіз. Бұл бізді күн сайын жаңа оқиғалармен жұмыс істеуге ынталандырады. Экраныңызда пайда болатын келесі оқиғаны жіберіп алмаңыз. Біз сіздермен болғанымызға өте ризамыз. Осы видеоның сипаттамасында сіз барлық оқиғалардың каталогын аша аласыз. Кездескенше.